Ассалаумалейкум қыздар, қалдарыңыз қалай? Бүгін сіздерге өте керемет коктейльдің рецептін ұсынайын деп отырмын. Бұл бананды коктейльді дайындап пішкеннің арманы жоқ шығар, шынымен бар. Кішкентай 2 бананын істей салғанбыз. Оған біз таласып, тармасып ішіп қойдық. Прямо ресторандағыдай етіп шықты ғой. Менің ойлағанымнан да күшті болып шықты ғой. Мен бұрында жасап жүрдім ғой енді, бірақ мұндай бомба болып шығатынын білген жоқпын. Ендеше бізге банан керек және сүт керек, және қалауыңыз бойынша сгущенканы кішкене қоссаңыз да болады. Ол міндетті емес. Сүттің мөлшерін жазған жоқпын, достар. Мысалы, біреулер сұйық болғанын қалайды, біреулер қою, прямо көпіршіктеніп тұрғанын қалайды, иә. Мен үйде қалған бар сүтті қолдана салдым. Примерно 200 граммдай болып қалатын шығар. Достар, бұл коктейльді міндетті түрде істеп көріңізші. Bir бананды алып, сүтті қосып, жасап көріңізші, просто так. Енді бірақ сізге блендер міндетті түрде қажет болады. Блендерді алып қойсаңыз, кез келген уақытта тек қана коктейль емес, барлық нәрселерді жасай берсеңіздер болады. Осындай жазды күнде ыстықтай 1 бананды дүкеннен ала саласыз да, салқын сүтпен араластырып іше қоясыз. Рестораннан 1000-2000 ала салғанша өз қолыңызбен жасағаныңыз 1000 есе артық. Сгущенканы көп қоспасаңыздар жақсы болады, тек сәл дәмін шығару үшін, типі мороженеға ұқсау үшін сондай бағытта қосылады жалпы. Әйтпесе тәтті болып кетеді көп қоссаңыздар. Сіздерге орысша, қазақша прямо деген сөздер қолданып жатырмын, кешірім сұраймын, себебі қуанышымды жеткізе алмағандықтан сіздерге күнделікті сөзбен жазып озвучка жасап жатырмын ғой. Сондықтан кешірім сұраймын. Міне достар, біздің коктейліміз дайын болды. Енді қараңыздар, экранда дұрыстап қарап алыңыздар, қалай құйылғаны. Мен оны айтпасам да көрініп тұр видеода. Үйге банана келсе, балдардың барлығын банан жинап алып, коктейль жасаймыз деп, солай барлығын жасап, қосып, сүт қосып, прям кішкентай кезімізде солай жасайтымыз. Міне қазір сіздерге қалай түрімді көрсетпедім, қалай эмоциямды, қалай дәмді ма, дәмді емес, бірақ сонда да эмоциямды көрсетпесем де видеода көріп тұрған шығарсыздар енді. Прям сөзбен жеткізе алмай тұрмын ғой сіздерге. Достар, менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Мен сіздерден үлкен қолдау күтетін болам. Егер осы коктейлді жасап жатсаңыздар, мені инстаграмға салып, белгілеп кетсеңіздер болады, яғни Гүл Бейкинг деп іздесеңіз шығады. Кафе ресторанда ішіп отқан сияқтымын ғой. Дауызын естіп түштер ма, қараңыздар. Мұнда көпіршіктері бар. Қалай көрсетемін сіздерге. Көрініп тұр ма? Енді мен бұны басқаша көрсете алмаймын. Дәмі өте ерекше. Тұға түсіріп, расчесін,